Қайырлы күн достар, сіздермен бірге заңгер Гүлмира Қарасай. Бүгін менің YouTube арнамдағы тақырып қалай мемлекеттен баспана алуға 1,5 миллион теңгелік сертификатты кредитке аламыз. Жоқ, кредит деген сөзден бұл жерде қорықпаңыздар. Егер сіз бұл сертификатты алатын болсаңыз, бұл сіздің өміріңіздегі ең тиімді, ең арзан сертификат болады. Дәл қазір менің YouTube арнама тіркеліңіздер, подписаться кнопкасын басып, және лайк осы сертификатқа қатысты өзіңіздің пікірлеріңізді комментарийге жазуға ұмытпаңыздар. Осыған дейінгі видеода мен 1,5 миллион теңгелік сертификатты баспана алу үшін алғашқы жарна ретінде қолдануға қалай мемлекеттен тегін, яғни қайтарымсыз түрде аламыз, осыны түсіндірдім. Егер ол видеоны көрмеген болсаңыздар, осы видеоның астына мен сілтеме қоямын, міндетті түрде көріңіздер. Бұл жердегі басты талап мынау. Бұл сертификатты әлеуметтік осал топқа жататын адамдар алуға құқылы. Бұл біріншіден. Жетім баланы, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы отбасылар, және бірінші, екінші топ мүгедектер мен асыраушысынан айырылған және жетім балалар. Ал егер де сіз бұл осал топтың қатарына кірмейтін болсаңыз, бірақ мына 4 салада жұмыс істейтін болсаңыз, сіздің де осы сертификатты алуға мүмкіндігіңіз бар. Бірінші, білім саласында, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт саласындағы қызметкерлер осы сертификатты алуға мүмкіндігі бар. Бұл сертификатты алуға мынадай басты шарт бар. Тегін алғыңыз келсе, сіздің соңғы 6 айдағы табысыңызды есептегенде, ай сайынғы табысты отбасы мүшелеріне бөлгенде әрбір адамға 115.905 теңгеден артық болмау керек. Мысалға, сіздің айлығыңыз соңғы 6 айда әр ай сайын 150 мың теңгеден алып жүрсіз. Отбасыңызда 3 адам бар. Сіз, әйеліңіз және балаңыз. 3 адамға бөлгенде 150 мың теңгеден әрбіріне 50 мың теңгеден шығады. Демек, бұл 115.905-тен артық емес, сіздің бұл сертификатты тегін алуға мүмкіндігіңіз бар. Ал егер де сіздің айлығыңыз 350 мың теңге болса, сіз, әйеліңіз, балаңыз бар. 350 мың теңгені 3 адамға бөлгенде 115.905 теңгеден асып кетеді. Мұндай жағдайда сіз бұл сертификатты тегін алуға мүмкіндігіңіз жоқ. Бірақ уайымдамаңыз, бұл сертификатты сіз өте арзан кредит түрінде жылына 0,1% 15 жылға алуға мүмкіндігіңіз бар. Сонда үстіне қанша қосылады дейсіз ғой? 1,5 миллион теңгені сіз егер 15 жылға 0,1% алатын болсаңыз, ай сайынғы сумма 8.339 теңге. Демек, оның үстіне қосылатын сумма 15 жылда 1.133 теңге. Ойлаңызшы, 1.133 теңгені сіз үстіне қосып төлейсіз. Демек, бұл сіздің өміріңіздегі ең арзан. Былайша айтқанда, су тегін ғой, почти что сізде тегін алып отырсыз. Есесіне, сіздің айлығыңыз 115.905 теңгеден артық болған күннің өзінде осы сертификатқа заявка бере аласыз. Енді бұл сертификатты қолданудың мынадай шарттары бар. Сіз қай қалада тіркелдіңіз, қай қалада сертификатты алдыңыз, дәл сол қаладан сатып алатын жаңа пәтерге осы сертификатты сіз алғашқы жарна ретінде қолдана аласыз. Мысалға, сізге первоначальный взнос 3 миллион шықса, соның 1,5 миллион теңгесін осы сертификатпен жабуға мүмкіндік бар. Алу үшін не істейміз? Алдымен сіз банкке барып өтінім бересіз, осы сертификатты алғыңыз келетін туралы. Және төлем қабілетіңізді растау қажет. Банк сізге төлем қабілеті расталды, осы кісіге ипотека мынадай бағдарлама бойынша мақұлданды деп анықтама берген соң, сол анықтамамен өзіңіздің тұрғылықты жердегі тұрғын үй басқармасына өтініш жазасыз, немесе оған егов арқылы жіберуге болады осы сертификатты алуға. Сіздің өтінішіңіз 3 күнде қаралады. Бұл өтінішке қандай құжаттарды тіркеу қажет? Алдымен жеке куәлік, әрине, және жұмыс істейтініңіз туралы анықтаманы тіркейсіз. Соңғы 6 айдағы табысыңыз туралы бухгалтерден анықтама тіркейсіз. Сонымен қатар сізге осы банкте ипотека мақұлданған туралы анықтаманы тіркеу қажет болады. Сізде сұрақ туындауы мүмкін? Қандай программаларға қолданамын деп, ол туралы мен осы видеоның астындағы күні кеше шыққан видеода түсіндірген болатынмын. Сондықтан міндетті түрде ол видеоны да көріңіз. Достар, бұл жерде кредит деген аты ғана болмаса 1,5 миллион теңге далада жатқан жоқ. Алыңыздар, егер сәйкес келіп тұрсаңыздар, қозғалыңыздар, әрекет етіңіздер, акиматқа барып өтініш жазыңыздар. Неліктен? Себебі, егер сіз қазір Каспий банктен 1,5 миллион теңге алатын болсаңыз, почти что бірге бір қосып төлейсіз. Тем более 15 жылға болса, ол вообще одан да артық болады. Ал мына жерде сізге 1,5 миллион теңгені почти тегін беріп тұр. Айына 8.339 теңгеден төлеп отырасыз. Рахат емес пе? Бұл мемлекеттің осал топтағы адамдарға және жоғарыда мен атап өткен 4 салада, маңызды 4 салада, әсіресе білім мен денсаулық саласы, осы салада жұмыс істейтін адамдарға берген көмегі алғашқы жарна ретінде қолданыңыздар. Сертификатты алыңыздар, баспана алыңыздар, алғашқы жарна ретінде осы ақшаны қолданыңыздар. Және
Бұл видео пайдалы болса, менің YouTube каналыма подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде лайк басып, осы видео туралы өзіңіздің пікіріңізді комментарийге жазыңыздар. Және міндетті түрде бұл видеоны копировать ссылку деп стрелканы басып алыңыздар, WhatsApp-тарға, Telegram чаттарға таратыңыздар. Себебі сіздің айналаңызда әсіресе мұғалімдер, немесе врачтар, дәрігерлер, олар бар болса, міндетті түрде осыны көреді және қолданады. Және әрине сіздің көмегіңізбен де сіз себепкер боласыз, баспаналы болады. Аман сау болыңыздар. Сіздердің комментарийлеріңізді күтемін.